1992 жылы еді. Ребекка Саммерс көшеден шыққан шуға елеңдеп терезеге жақындады. Бассейнде ағасы Томми жақында жоғалтып алған ойыншық кемесі жүзіп жүр екен. Томми ауыр науқас еді, үнемі төсек тартып жататын. Ребекка ойыншықты көріп қуанып, оны алуға асықты. Алайда кемені алып шығу оңай болмады. Ол бассейннің шетінде тұрған кезде белгісіз бір күш оны суға итеріп жіберді. Ребекка суға құлап түсті. Сол сәтте анасы жақындап, қызын судан шығарып алуға тырысты. Бірақ Ребекка су бетіне шыққан кезде бассейннің жанында ешкім болмады. Кейіннен белгісіз біреу оны ұстап алып, судың түбіне қарай тарта бастады. Қыз көмекке шақырды, бірақ жақындарынан ешкім жауап қатпады. Арада бірнеше жыл өткен соң бұл ауданға Уоллерлер отбасы көшіп келді. Рэй бұрын керемет бейсболшы еді, бірақ қазір ол шашыраңқы склерозға шалдыққан. Бұл оның денсаулығын нашарлатып, ақырында мүгедекке айналдырды. Есесіне, ол әйеліне, Еваға және балаларына көбірек уақыт бөлу мүмкіндігіне ие болды. Отбасының үлкен қызы Изи, ал кіші ұлы Эллиот еді. Рэй бейсбол командалары арасында жиі ауысып жүргендіктен, олар жиі қоныс ауыстыруға мәжбүр болатын. Енді олар бір жерде тұрақтауды шешіп, жалға пәтер іздеуде. Ева жаңа жұмысқа орналасқандықтан үйді жұмыс. Эллиот жаңа мектептеріне үйреніп жүрді. Изи Ронин есімді жігітпен танысып, ол қызды жүзу командасына шақырды. Изи қуанып, жаттығу үшін бассейні бар екенін айтты. Эллиотқа да суда сүңгу мен тыныс жаттығулары пайдалы еді, себебі ол бейсбол командасында ойнамақ. Барлығы дайын болған соң, Уоллерлер бассейнге түсіп, суға рахаттанды. Ал кешке Ева қайтадан суға шомылуға шешім қабылдады. Ол бассейнде болғанда Рейдің жанында тұрғанын сезгендей болды, бірақ бұл тек елес еді. Бұл көрініс Еваны қатты шошытты. Ол бассейннен алыстай бергенде олардың мысығы суға жақындады. Мысық бассейннің түбінде тұратын зұлым күшті сезгендей мазасызданды. Таңертең Уоллерлер отбасы бассейннен мысықтың қарғы бауын тауып алды. Рэй оны жарақаттанған қолымен шығарып алды, бірақ үйге қайтып келгенде алақандағы жараның жазылып кеткенін байқады. Су оның жарасын емдеген еді, бірақ бұл ем үшін олардың үй жануарын құрбан етті. Ева бассейнді жауып тастауды ұсынды, сондықтан олар арнайы жабын сатып алды. Өткен түні көрген елес оны алаңдатып жүрді. Ол түсінде өзін қайтадан судың астында сезінді. Оянғанда Рейдің бассейнде жүзіп жүргенін көрді. Кейін олар дәрігерге барған кезде Рейяның ауруы жеңілдеп қалғанын білді. Бұл мүмкін емес секілді еді, бірақ шындық солай болатын. Уоллерлер отбасы мұның бәрі жүзудің арқасында деп шешті. Бір күні Эллиот бассейнге түспек болды, бірақ анасы оған әкесін ертіп баруын талап етті. Алайда Рэй бір шаруалармен айналысып жатқандықтан ұлын жалғыз жібере салды. Эллиот бассейнге монеталарды су түбінен жинау үшін түсті. Әкесі оған монеталардың біріне смайлик салып, кейін оны су түбінен алатынын айтты. Балақай монетаны ойыншыққа байлап суға сүңгіді. Сол сәтте біреу бассейнге ұсақ тиындарды лақтыра бастады. Бірақ сыртта ешкім жоқ еді. Эллиот мұны әпкесі Изи қалжыңдап жатыр деп ойлады. Ол монеталарды жинауға кірісті, сөйтіп тереңдікке қарай түсіп кетті. Сол жерде бір қыз оны өзіне шақырды. Ол өзінің атын Ребекка деп таныстырды және ойыншықты бассейннің қабырғасындағы тесіктен алуға кеңес берді. Эллиот оны алуға әрекет жасаған кезде бір қорқынышты жаратылыс оны ұстап алды. Эллиот анасына айғайлап шақырды, бірақ бассейнде ешкім болған жоқ. Ал Рэй ұлының әңгімесіне мүлде сенбеді. Көп ұзамай бейсболшылардың жаттығулары басталды. Эллиот та жаттығуға қатысты, ал әкесінен ойыншыларға бірнеше кеңес беруін сұрады. Жігіттер доп ұруды аяқтаған соң, Рэй қолына битаны алып, кәсіби спортшының қалай ойнайтынын көрсетуге тырысты. Екі сәтсіз әрекеттен кейін Рэй допты өте алысқа ұрып жіберді, тіпті оны бірден табу қиын болды. Сол сәтте бассейннің бетінде ұсақ толқындар пайда болды. Бассейннің ішінде тұратын тіршілік иесі Рейяға осы ұрылысты жасауға көмектескен еді. Кешке ата-анасы үйден шығып, Эллиот пен Изиді жалғыз қалдырды. Изи Ронинді қонаққа шақырды. Олар бассейнде Марк пен Пол ойнап жатқанда Эллиот үйде отырды. Бірақ сол сәтте Ронин судан шықты. Оның дос қызы бассейннің ішінде құбыжыққа тап болды. Ол оны түбіне қарай тартып әкете жаздады, тіпті бассейн әлдеқайда терең болып көрінді. Изи судан әрең дегенде шығып үлгерді. Ал Ронин ештеңені көрмегенін айтты. Сол кезде ата-аналары қайтып келіп, Ронин асығыс үйден кетіп қалды. Осы жағдайдан кейін Эллиот әпкесімен ашық сөйлесуге бел буды. Ол судың астында бір түрлі нәрсені көргенін мойындады. Сондай-ақ Изидің де сол нәрсені көргенін түсінді. Бала барлығын ата-анасына айтып, бұл жерден көшіп кетуді ұсынғысы келді. Алайда Изи оған қарсы болды. Ол әке-шешесінің бұл үйді ұнатып қалғанын біліп, бәрін бүлдіргісі келмеді.
Оның үстіне Рейдің денсаулығы жақсарып келе жатқандықтан Изи інісіне ата-анасына ештеңе айтпауын қатаң ескертті. Демалыс күндері Уоллерлер отбасы бассейн жанында кеш ұйымдастырды. Кешке Изидің және Эллиоттың мектептегі достары, сондай-ақ Рей мен Иваның жаңа таныстары келді. Шақырылған қонақтардың қатарында олардың риэлторы да болды. Ива қобалжып жүрді, себебі ол суға шомылып жүрген қонақтардың басына бірдеңе келіп қала ма деп қорықты. Әңгіме бассейннің неге ұзақ уақыт қолданылмағаны жайында қозғалғанда, риэлтор бұл жерде 90 жылдары Ребекка Саммерс есімді қыздың суға батып кеткенін айтты. Сол уақытта Рей бапкердің ұлын иығына отырғызып, бассейнге шомыла бастады. Олар басқа жұртпен ойнап жүргенде Рей тереңдікке қарай өтті. Сол сәтте оның денесіне қараңғы бір субстанция еніп кетті. Ол балақайдың қолынан ұстап, оны су түбіне қарай тарта бастады. Екеуі де тұншығып кете жаздады, бірақ қонақтардың көмегімен судан шығарылды. Баланың ата-анасы полицияға шағымданбады, себебі Рейдің науқас екенін біліп, бұл жағдайды аурудың салдары деп есептеді. Алайда олар Уоллерлерге өз отбасыларына жақындауға тыйым салды. Ива бұл үйде одан әрі тұра алмайтынын түсінді. Ол балаларын жинап, үйден кетуге шешім қабылдады. Бірақ Рей бұл шешімге қарсы болды. Ива оны көлікке отыруға көндірді, бірақ олар алысқа бара алмады. Рейдің жағдайы нашарлап кетті. Оның бойына енген субстанция оны өзінің қайнар көзіне жақын жерде ғана ұстап тұрды. Уоллерлер қайтадан үйге қайтуға мәжбүр болды. Сол кезде Ива бассейннің бүкіл суын сорып алып, төгіп тастады. Содан кейін ол Ребекка туралы ақпаратты интернеттен іздеп, бұл жерде тек бір ғана емес, бірнеше адамның суға батқанын білді. Ива бұл құпияның түбіне жетуді ұйғарды. Ол риэлтормен байланысып, Ребекканың анасы қазір қайда тұратынын анықтады. Ива судың астындағы жаратылыстың не екенін және одан қалай құтылуға болатынын білмек болды. Егер бұған қарсы әрекет жасалмаса, Рейдің өміріне қауіп төнетін еді. Ива Саммерстің үйіне барғанда ол қызықты мәліметтерге тап болды. Ребекканың ағасы Томми қарындасының қайтыс болғаннан кейін сауығып, үлкен жетістіктерге жетіпті. Ол отбасын қамтамасыз етіп, анасына жақсы өмір сыйлаған. Ива Ребекка жайлы сұраған кезде, анасы қызым болмаған деп жауап берді. Бірақ Ива одан шындықты талап етті. Тара судың емдік қасиеті бар қайнар көзден алынып, бассейнді толтыратынын айтты. Алайда ол емнің ақысы ауыр еді. Қайнар көз құрбандық талап етеді. Бұл құрбандықты қабылдап, Саммерстер отбасы Томми үшін Ребекканы құрбан етті. Тараның айтуынша, қараңғы күш оның денесін басып алған. Ол Ребекканы құбыжыққа беріп, Томмиді құлыптап, қарындасын құтқаруға кедергі келтірді. Кейіннен Саммерстер отбасы армандаған барлық нәрсеге қол жеткізді, бірақ Тара жылдар бойы өз денесінде қарғысқа толы суды тасуға мәжбүр болды. Өлмес үшін ол бассейннен алынған судың бір бөлігін үнемі жанында ұстап жүрген. Ива өз отбасының дәл осындай қауіпке тап болғанын түсініп, тез арада үйіне қайтты. Сол уақытта балалар үйде жалғыз еді. Рей бір жерде тығылып, қайнар көздің өз құрбанын алып, оның денсаулығын қалпына келтіретін сәтін күтіп отырды. Су астындағы рух өз құрбаны ретінде Эллиотты таңдады. Ол балаға жақында жоғалып кеткен мысықты көрсетті. Эллиот мысықты құтқармақ болып, оны шығаруға тырысты, бірақ суға құлап, түбіне қарай кетті. Сол сәтте бассейннің беті қорғаныс жабындысымен жабыла бастады. Изи оны тоқтатуға тырысты, бірақ күші жетпеді. Осы кезде анасы Ива келіп, қызын алмастырды. Изи әкесін көмекке шақыруға жүгіріп бара жатқанда тайып құлап түсті. Үстелдің үстінде тұрған стакандағы суды су астындағы рух құлатып, оның сынуына себеп болды. Нәтижесінде Изи қолын жарақаттап алды. Көп ұзамай Рей пайда болды. Оның ақылын қарғысқа толы су билеп алған еді. Енді ол өз әрекеттерін бақылаудан қалды. Ол қызын қуып жіберді, ал Изи гаражға тығылуға мәжбүр болды. Рей оны тауып, Эллиот суға батып кеткенше қызын гаражда қамап қоюды ұйғарды. Оның жоспары бойынша содан кейін бәрі бұрынғыдай қалыпты өмір сүре алатын еді. Бірақ Ива Рей ойлағаннан да табандырақ болды. Ива бассейнге секіріп, ұлын құтқаруға тырысты. Бірақ Эллиот тым тереңге кетіп қалған еді. Ива бақшадан су шлангын әкеліп, бір ұшын қолына ұстап, екінші ұшын бассейнге байлап, тереңдікке сүңгіді. Алайда шлангының ұзындығы жетпей қалды. Ива шлангіден ауамен дем алып, бассейннің түбіндегі судан батқан жандардың рухтарын көрді. Ол Эллиотты тауып, ұстап алғанда, су астындағы құбыжықтар оған шабуыл жасады. Тек Ребекка ғана Иваға көмектескісі келді. Ол Иваға монета беріп, судан шығатын бағытты көрсетті. Ива судан дұрыс емес бағытта жүзіп келе жатқанын түсініп, Ребекканың арқасында дұрыс жолды тапты. Ол бассейннен шыға бергенде Рей оны күтті. Бірақ ол ұлын құтқарудың орнына әйеліне шабуыл жасады.
Рэй Еваны жерден көтеріп, оған зиян тигізгісі келді. Сол кезде Изи әкесінің битасын алып, гараждан шығып, әкесін бірнеше рет қатты соғып, оны тоқтатты. Осы соққылардан кейін Рэй өзіне келіп, не істеп жатқанын түсінді. Ол өзінің денсаулығын қалпына келтіру үшін балаларын құрбан етуге дайын болғанын түсініп, бұл ойынан шошып кетті. Рэй қарғысқа толы суға қарсы тұра бастады. Нәтижесінде су оның денесінен сыртқа шығып төгілді. Сол сәтте Эллиот тіріледі, бірақ оған бірден ауыр тиіп, тынысы тарылып қалды. Қайнар көз Рейге берген денсаулығы үшін біреуді құрбан етуді талап етті. Эллиоттың тынысы тарылып, жағдайы нашарлаған кезде Рэй баласын құтқарудың жалғыз жолы өзін құрбан ету екенін түсінді. Ол бассейнге кіріп, қараңғы судың өзін алып кетуіне мүмкіндік берді. Осыдан кейін Эллиоттың жағдайы жақсарды, ал қараңғы рух оны мәңгілікке тастап кетті. Барлығы аяқталған соң Уоллерлер отбасы бұл үйден көшу туралы ойланды. Бірақ бұл жағдайда келесі отбасы қауіпке тап болатынын түсінді. Сондықтан олар бұл жерде қалып, ешкімге зиян келтірмеу үшін бассейнді топырақпен көміп тастауға шешім қабылдады. Достар, шоу ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Менің видеоларымды 97% адам арнаға жазылмай көреді екен. Мұны дұрыстау үшін төмендегі подписация батырмасын шертіңіз. Келесі кездескенше.